теледидарда көреміз, Асыл Осман деген ағамызды көретінбіз. Апам айтатын маған, осы апаң тыңдашы сен. Не, қандай сөздер айтады, мән мағынасы қайда жатыр, тыңдашы. Мен сол кезде кішкентаймын, ол кезде 6 жасыма дейін, 7 жасыма дейін өсіп мектепке ең алғашқы аяқ басатын кездің алдында. Сол кезде сізді көріп, осы Шаяхмет ағамызды көріп, Серік Қалиев ағамызды көріп, мен өзіме ғибрат алып, жалпы өскенде дәл осы кісілер сияқты боламын деген өзіме арман мін тұтып, жаңағыдай өсіп келе жатқан жайымыз бар аға. Рахмет аға. Болмасақ та ұқсамға деген қазақта сөз бар ғой апай. Осы кісілерге ұқсағымыз келеді, осы кісілер сияқты бір жазу жазып, қылғалам шебері атанғымыз келеді апай. Осы орайда апай, бағанадан бері өзіңіз айтып отырсыз, қазақ деген этнос. Ол бір бөлек. Қазақ деген аттың өзі бір бөлек. Қазақ қарапайым деп жатсыз. Ізгі ниетті, қарапайым, жаны жайсаң, көкірек ояу, көз ашық, осы айтылған барлық терминді апай, мен өлкеннің замандасы біздің дәуірімізде өмір сүріп келе жатқан Ержан Жұмабек деген ағамыз бар, ақын. Соның бір ғана өлеңін айтып кетсем апай. Рұқсат па? Ержан Жұмабек, қазақ деген құдайдың қара өлеңі. Қазақ деген бір ел бар білесің бе? Халықтан жеткен қалсын ба жүресің бе? Сенбейсің бе білмеймін сенесің бе? Жылайсың ба білмеймін күлесің бе? Күлетінің сенбейсің ғажабына, жылайтының сенесің азабына, жету үшін жүректің жұмағына, шыдап берген жүйкенің тозағына. Ойланбай-ақ ел үшін отқа кірген, бабаларым күн заңын жатқа бірген.